Үнемі ұлттық нақышта әрі патриоттық әндерді орындайтын Алашұлы тобы үшін өткен жыл берекелі болғаны сөзсіз. Олар Башқұртстанға барып, ел сүйіспеншілігіне ие болып қайтқан еді. Енді міне олар жаңа бейнебаян түсіруде. Ән мейірім деп аталады. Оның әнін топтағы Ұшқын жазған. Ал сөзін Мерген Тоқсанбай мен Біржан Байтуов есімді қос ақын бірлесіп жазған. Жігіттердің айтуынша, жаңа бейнебаянның астарында көп мағына бар көрінеді. Бейнебаянның біраз өзінің ерекшеліктері бар. Бұрынғы бейнебаяндарымызға мүлде ұқсамайды, және де бір өзгеше кәдімгі эксперименттеріміз бар. Оны қазір айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Топтағы жігіттердің айтуынша, жаңа туындыдан тұнып тұрған мейірімді көре аласыз дейді. Ал оның режиссері Мерей Маханов. Бұл бейнебаянның түсірілімінен соң жігіттердің алға қойған мақсаттары да бар көрінеді. Алдағы жоспар бұйырса осы мейірімнің бейнебаянын шығарсақ, артынан Алла қаласа алғашқы альбомымызды шығарсақ дегенде ойымыз бар. Және де осыдан кейінгі кезекте тұрған әндеріміз бар. Оларға да көп создырмай бейнебаянын түсірсек деген жоспарымыз бар. Мұнымен жоспарлары бітпек емес. Бұйырса Якутия мемлекетіне фестивальға, рок-фестивальға шақырту алдық, этно-рок фестивальға. Сол сияқты бірнеше конкурстарға қатыссақ деген жоспарымыз бар. Және де өзіміздің жеке концерттермен Қазақстанда араласақ деген де жоспарымыз бар. Түсіріліп жатқан бейнебаян осынау доллардың шарықтаған шағында халқымыздың жүрегіне мейірім ұялатар деп сенеміз. Айтпақшы, бейнеклип осы жаңа жыл мерекесінен соң көгілдір экранға жол тартады. Ендеше көп күтпейтініңіз анық.